Сәлем сұлулар, зебра пирог жасаймыз. Ол үшін таза ыдысқа жұмыртқа, қант салып, миксермен видеодағыдай қамыр ағарғанша айналдырып аламыз. Содан кейін қаймақты қосып айналдырамыз, ерітілген сары майды қосып айналдырамыз және ұнды електен өткізіп, ас содасын қосып, қасықпен араластырып алып, ұнды бөліп салып миксерлейміз. Керекті заттар мөлшерін видеосына қалдырамын. Қамырды екі ыдысқа бірдей бөлеміз. Біреуіне 2 ас қасық какао, біреуіне ұн қосып, тағы жеке миксерлеп аламыз. Есіңізде болсын, осы жерде ұн қосылған бөлігін бірінші миксерлейміз. Форманы дайындап, 2 ас қасықтан кезектесіп видеода көрсетілгендей етіп, зебра жолақтарына ұқсатып, қамырды құйып шығамыз. Шпажка көмегімен зебра жолақтарын сызамыз. Видеодағыдай міндетті түрде пеш алдын ала қыздырған болу керек. Пешке 180 градуста 45 минутта пісіріп аламыз. Аз болсын. Жасап көріңіздер қыздар, тіпті бірінші класстың қызы да жасай алады деген ойдамын. Видео ұнаса соңына дейін көріп біліп басыңыз, маған тіркеліңіз. Видеода сіздермен бірге Дариға.